Ассалаумағалейкум достар, бізде мини сұхбаттар жалғасуда. Қазір алдымызда біздің актер, Нұркен үйдегі Сәбиттің рөлін ойнайтын Нұркен деген азамат. Нұркен, сіз негізі өзіңіз КВНшісіз, Біз 2000 жылдары біз КВНнен бастаған болатынбыз. Сол КВНнің арқасында біз өсіп өніп, қазіргі осындай киноларға, қазіргі осындай кереметтей туындыларға шақырып жатқан жайы бар. Сол көбінесе біз алғысымызды КВНге айтамыз. Нұркен үйдегі сіздің образыңыз негізі намазхан жігіттің образы ғой. Иә. Сізге қаншалықты жақын? Маған қаншалықты жақын, ол мен 5 уақыт намаз оқимын деп айта алмаймын. Себеп мен қазір кішкене отмазка бұл отмазка маған образ өте ұнады. Шынымен мен кейде қылжақбастың рөлін ойнаймын, кейде жаңағы бабниктің рөлін ойнаймын, кейде серьезный болған кезде жаңағы серьезный болға, бірақ осы үлкен үйдегі тақуа таксистің рөлін ойнаған маған көңілімнен шықты, ұнады. Осы түсірілім барысындағы барша сіздерге дыбыс жазу, грим деп, мейкап деп жатады жаңағы режиссерлар, барлығына алғысымызды білдіреміз. Өте керемет. Және де біздің суфлеріміз бар. Суфлер дей ма, не дейді ондайда? Редакторымыз. Біздің режиссер. Біздің режиссер. Жаным, Максым мен, жаным, I love you сені, Максым. Рахмет достар. Үлкен рахмет, осымен біздің кішкентай мини сұхбатымыз аяқталды. Болған Нұркен деген өзі ақ көңіл, ақ жарқын жігіт. Келесі кездескенше.